Сәлеметсіздер ме балалар? 4 тоқсанның алғашқы сабағы адамда белгілердің тұқым қуалауында гендер мен ДНК-ның рөлі. Жүре пайда болған және тұқым қуалайтын белгілер, өзгергіштік белгілері. Сабағымыздың мақсаты тұқым қуалаудағы гендер мен ДНК рөлі туралы түсінік беру. Екінші, тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді зерттеу. Үшінші, үздік және үздіксіз өзгергіштіктерге мысал келтіру. Тұқым қуалаудағы гендер мен ДНК-ның рөлі. Генетика деп отырғанымыз грекше genetikos шығу тегіне тән деген мағынаны білдіреді. Барлық тірі ағзаларға тән негізгі екі қасиетті тұқым қуалаушылық пен өзгергіштікті зерттейтін биология ғылымының басты бір саласы болып табылады. Яғни, тұқым қуалаушылық дегеніміз белгілі бір биологиялық түрге тән белгілер мен қасиеттер ұрпақтан ұрпаққа берілуі және ұрпақтар белгілі дәрежеде өзінің ата-анасына ұқсас болуы. Ал өзгергіштік деп ағзалардың бойындағы белгілер мен қасиеттердің әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеруін айтады. Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік бір-бірімен қатар жүретін, бір жағынан бір-біріне қарама-қарсы өзара тығыз байланысты үдерістер болып табылады. Ген деп отырғанымыз хромосоманың белгілі бір бөлігінде орналасқан тұқым қуалау ақпаратының генетикалық өлшем бірлігі. Ал ДНК дегеніміз екі тізбектен құралған, ағза туралы барлық ақпарат сақталатын және оны келесі ұрпаққа беретін күрделі құрылым. Төмендегі суретке қарайтын болсақ, бізде жасуша берілген, жасушаның ішінде ядро берілген. Ядроның ішінде біз өткен тақырыпта өткеніміздей барлық тұқым қуалау ақпараты сақталады дегенбіз. Ол ақпарат хромосома түрінде болады екен. Адам баласында 23 жұп немесе 46 хромосома болады. Әрбір хромосома 2 молекула ДНК-дан тұрады. Бір молекула ДНК-ны алып қарайтын болсақ, онда гендер, тағы да гендер және де қос тізбектен құралған ДНК болып орналасады екен. ДНК деп отырғанымыз толық оқылуы дезоксирибонуклеин қышқылы. Оның екі тізбектен тұратындығын 1953 жылы Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон және Морис Уилкинс анықтаған, және де осы жаңалық үшін Нобель сыйлығын иеленген. ДНК-ның негізгі қағидалары. ДНК кез келген тірі жасушаның құрамында міндетті түрде болатын химиялық зат. ДНК және соған ұқсас зат РНК тіршіліктің жасушасыз формасы вирустарда да болады екен. Үшінші, егер бұл көп жасушалы ағза болса, мысалы піл немесе емен болса, оның барлық жасушасында бірдей ДНК молынан болады. Төртінші, ағзалар неғұрлым жақын туыс болса, олардың ДНК молекуласының құрамы соғұрлым ұқсас болады. Бесінші, ДНК тұқым қуалау ақпаратын сақтап қана қоймайды, оны көбейген кезде келесі ұрпаққа тасымалдайды. ДНК-сыз көбею мүмкін емес. ДНК өздігінен екі еселенеді, яғни өзін-өзі көшіре алады. Осы үдеріске байланысты ағзада ДНК ешқашанда таусылмайды. Жетінші, ДНК молекуласы өзгеруі мүмкін. Мұндай өзгерістер мутация деп аталады. Егер өзгерсе, онда қандай да бір тұқым қуалаушылық қасиеті де өзгереді. Және сегізіншісі, ДНК бұл химиялық зат. Ол жіпше тәрізді оратылып, хромосомалардың ішінде орналасады. Ал хромосомалар өз кезегінде не ядрода, ядралы ағзаларда, не цитоплазмада, бактерияларда, цитоплазмада орналасады екен. Екінші мақсат, тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын белгілерді зерттеу. Тұқым қуалау ақпараты дегеніміз кез келген тірі ағзаны құрайтын нәруыздарды қалай синтездеп шығару керектігі туралы ақпарат жазылған құрылым. Бұлар тірі ағзаның хромосомасында жинақталады. Яғни ағзаға қажетті нәруыздарды синтездеу қажет болса, ол ақпаратты хромосомадан аламыз. Суретте көрсетілгендей ДНК-ның қос тізбегі берілген. Оның әрбір бөлігінде ген орналасады. Бұл ген шифр қызметін атқарады. Осы генде жазылған ақпаратқа сәйкес ағзаға қажетті нәруыз синтезделіп шығарылады. Мысалға, көздің түсі. Анасы мен әкесінің көздерінің түсінің араласуынан баласында сол тұқым қуалау белгілері ген арқылы беріледі екен балалар. Ары қарай кеттік. Тірі ағзалардағы белгілер екіге бөлінеді. Тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын. Тұқым қуалайтын белгілерге тоқтайтын болсақ, ол ДНК арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріледі.
және де оның бір түрі мутациялар. Мутациялар генетикалық ақпаратта қандай да бір ықпалдың әсерінен жаңадан пайда болған тұқым қуалайтын өзгергіштік. Тұқым қуаламайтын белгілерге келетін болсақ, жүре пайда болған қоршаған орта әсерінен туындайды. Және ол мутациялар және модификациялар деп бөлінеді екен. Модификацияларға келетін болсақ, бұл генетикалық ақпаратта қоршаған орта әсерінен пайда болған тұқым қуаламайтын өзгергіштік. Яғни балалар, өзгергіштіктің екі түрі бар екен: тұқым қуалайтын және тұқым қуаламайтын. Немесе ғылыми тілмен мутациялар және модификациялар. Тұқым қуаламайтын белгілерге адамдарда жүре пайда болған, мысалға тыртықтар, немесе күннің астында қалып қойғанда күнге күйу белгілері секілді. Ал тұқым қуалайтын белгілерге келетін болсақ, шашымыздың құрылымы, бұйра болуы, тік болуы, мұрнымыздың пішіні, көзіміздің түсі. Үшінші мақсат: үздік және үздіксіз өзгергіштіктерге мысал келтіру. Үздік сапалық немесе дискретті өзгергіштік. Бұл дегеніміз, особьтер арасында айырмашылықтар бар, жаңа белгілер тек кейбірінде кездесетін өзгергіштік. Мысалы, адамның қан топтары, өсімдіктер мен жануарлардың жынысы, дрозофила шыбынның қанаттарының ұзындығы, немесе резус фактор. Үздіксіз немесе сандық өзгергіштік. Бұл дегеніміз, жаппай барлық особьтарда жаңа белгілер пайда болатын өзгергіштік. Мысалы, адамның бойы, сүттің майлылығы, интеллект, бір өсімдіктегі жапырақтардың мөлшері. Сау болыңыздар.